анықталған кезде жолдан бір кометаға кезікті. Комета? Компьютер одан тіршіліктің белгілерін анықтады. Онда миллион ағзалар тапты. Миллион ағзалар? Сонда қалай? Біз оның үлгісін алдық. Жат ғаламшарлықтардың ба? Сонда ол шамамен мен жат ғаламшарлықпын, солай ма? Иә. Біз оларды басқаша атаймыз. Симбиоттар дейміз. Симбиоттар? Өздігімен олар жерде өмір сүре алмайды. Дрейктің айтуы бойынша, симбиот пен адамның қосындысы бұл тіршіліктің жаңа бастамасы. Сонда Дрейк адам мен жат ғаламшарлық құбыжықтарды қосып ғарышқа жібермекші ме? Біз оларды хосттар дейміз. Сендердің естерің адасқан ба? Бастарың істемей ме? Бізде тексеріске рұқсат жоқ. Ол адамдармен тамақтандырып жатыр. Дрейк сәйкес келетінін іздеуде. Лифттерді тексер. Қап. Осында күтіңіз, ештеңені тиіспеңіз. Тезірек өзім шешемін. Дәрігер Скёрт, сіз әлі осындасыз ба? Сәлеметсіз бе, иә? Қалай айтушы еді? Ғылым ешқашан демалмайды.